Сәлем баршаңызға, қалайсыздар? Осындай апайынан, қызымның апайынан 1 мамыр күнге қалмақ киімін кию ұсынысы түсті. Содан кейін биыл соңғы жыл болғасын ұсынысын қабыл алдым. Енді киім таба алмай біршама жүріп қалдым. Содан кейін қолымнан келгенше осындай қолымда бір пакет бар еді, содан бас киім жасап, өзімнің қалатым қалмақ киіміне ұқсайды, осылай қызыма киіндіріп қойдым. Содан кейін тамақ пісіруге кірістім. Осында 2 тамақ пісірдім. Мына бөрек деп аталады. Оны ішіне фарш салып осылай түйіп, содан кейін ыссы суға бұқтырып осылай пісіріп алдым. Екінші тамағыма ет, сәбіз, сосын пиязды майға қуырып алып пісіріп алғаннан кейін нанымды ысып осылай суға пісіріп алдым. Өте дәмді болып шықты. Содан кейін апайларына тастап кеттім, әбет ішерсіздер деп.